Сәлеметсіңдер ме баз балапандар. Бүгінгі өтетін сабағымыз 53-ші сабақ. Алдымен каналға тіркеліп лайк басып және де комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбымыз эколог деген кім? Біріккен сөздер жайлы айтатын боламыз. Біріккен сөздердің құрылымдық ерекшелігін білетін боламыз. Енді бірінші тапсырма 24. Балалардың экологпен сұхбатын оқы. Бақдәулет, бала кезіңізде кім болғыңыз келді? Эколог, бала кезімде табиғат жанашыры, эколог болсам деп армандадым. Ақмарал, ондай арман қалай пайда болды? Эколог, бастауыш сыныпта оқып жүрген кезімде әкем экология әліппесі деген кітап сатып әперді. Алғаш рет экология табиғаттың әр алуан өзгерістерін зерттейтін ғылым саласы екенін және табиғатты аман сақтаудың жолдарын эколог жүзеге асыратынын сол кітаптан оқып білдім. Мектептегі жас экологтар үйірмесіне қатысып, балықтар мен бозторғайлар неге қырылды деген тақырыпта зерттеу жұмысын жүргіздім. Тақырыбыма қажет материалдарды жинақтап талдадым. Нәтижесінде мен әлемді танимын атты қалалық конкурста жеңімпаз атандым. Сол күннен бастап эколог болсам деген асыл арман жүрегімнен орын алды. Нұрқанат, Каспий теңізіндегі балықтар мен бозторғайлардың қырылу себебі неде екен? Эколог, мұның бір ғана себебі бар. Ол батыс және шығыс қашағанды қазу кезіндегі теңіздегі жіберілген лай су, ыстық бұрқақ, жер астынан атылған инертті газ. Гүлбану, сонда мұнай өндірудің табиғатқа кері әсерін болдырмау жолы қандай болмақ? Эколог, бұл сұрақтың жауабын сынып оқушыларынан сұрап көрейік. Біздің Қазақстанның экономикасын дамытып тұрған ең бірінші байлығымыздың бірі ол мұнай өндірісі. Бірақ та мұнай өндірісі бәрі бірде табиғатқа әсер етеді. Біз тек мұнай өндірісінің зияндарын тек азайта аламыз. Ол үшін мұнай қалдықтарын және де лай суларды өзендерге, көлдерге төкпеу, оларға арнайы өңдеу жасау болмаса арнайы жерлер беру арқылы, өңдеу орындарын соғу арқылы біз олардың қаупін азайта аламыз. Енді келесі жаттығу. 25-ші жаттығу. Жоғарыдағы мәтіннен қарамен жазылған сөздерді теріп жаз. Бақдәулет. Ары қарай жалғастырамыз. Жазған сөздеріңді сөз құрамына талда. Әр сөз неше түбірден құралған? Екі не одан да көп түбірден құралған сөздерді біріккен сөздер деп атайды. Олар бірігіп жазылады. Мысалы, алабота, балқарағай. Енді біріккен сөздерге нақты тоқталып, бір ережесін еске түсіріп алайық. Біріккен сөздер екі түбірдің бірігуі арқылы жасалатын күрделі сөздер. Олардың кейбір тобы құрылымдық жағынан сөз тіркестеріне жақын. Мысалы, ақ көңіл, қырық аяқ, темір жол, атақ құмар, үш бұрыш, антұрған, тағы да басқа. Негізінен біріккен сөздерге бір тұтастылық қасиет тән болып келеді. Және де балалар ескере кететін жағдай, егерде екі түбір қосылған жағдайда кейде олардың жазылуы өзгеріп кетеді. Мысалы, бұл күн деген сөзді қоссақ, бүгін өзгеріп кетеді. Ал күздің күні дегенді қоссақ, күзді күні деген сияқты к әрпі г әрпіне айналып кетеді. Сол сияқты сол нәрселерден біріккен сөздерді ажырата алмай қалмаңдар. Енді жаттығуымызға кірісіп, қарамен жазылған сөздерді теріп жазайық. Қарамен жазылған сөздер: Бақдәулет, эколог, Ақмарал, бозторғай, Нұрқанат, Гүлбану. Енді қанша түбірден шыққанын қарап шығайық. Бақдәулет екеуі де мағыналы. Түбір дегеніміз, яғни сөздің ары қарай бөлінбейтін мағынасы бар сөз. Енді эколог, Ақмарал, бозторғай және жалғаулар деген жалғау жазылып тұр. Бұл жерде екі ақ түбір бар. Лар дегенді түбірмен шатастырып алмаңдар. Нұрқанат, Гүлбану. Осы жердегі сөздердің барлығы екі түбірден құралып тұр. Енді келесі жаттығу. Өтірік өлеңді оқып жатқа жаз дейді. Су жыланға емделген тас бақаны қарсы алдым. Сексеуілмен жемделген тас кенеге ер салдым. Біріккен сөздердің астын сыз. Сексеуіл неліктен қызыл кітапқа енген? Бұл жердегі сендердің ойларыңша бір сөздің ішінде екі мағына беретін қандай сөздерді байқап тұрсыңдар? Сол сөздерді сызып жазамыз. Енді жауаптарын сызып жазайық.
Бұл жерде су жыланға, тас бақаны, тас кенеге деген сөздер біріккен сөздер, иә. Су жылан, тас бақа, тас кене осы сөздер, иә. Енді бізде келесі тапсырма сексеуілмен, яғни сексеуілдің қызыл кітапқа енгені жайлы әңгіме айтамыз. Мынау көз алдарында тұрған сексеуіл ағашы. Байқап тұрсаңдар, құмды, шөлді жерде өсіп тұр, иә, бұран-бұран еткен. Енді сексеуіл бұран-бұран құмда, шөлде өсетін өсімдік. Оны адамдар от тұтатуға пайдаланған. Кейін көмір тапшылығы болып, сексеуіл отының орнына пайдаланады. Кәуап, тағы да басқаны пісіру үшін кейбіреулер түбірмен әкетуді шығарды. Соның салдарынан қазір бұл өсімдік жойылуға шақ тұрған. Сол үшін қызыл кітапқа енді, яғни адамдар жаппай отын тапшылығы болғандықтан сексеуілді отынға жаға бастады. Сексеуілдің қызуы өте мықты, яғни бір жанса шоғы ұзаққа дейін басылмай қызуы қызып тұрады. Сексеуіл осы уақытқа дейін, яғни азайып кетпегенге дейін қызыл кітапқа енбеген. Бірақ та адамдар жаппай оны түбірімен құрта бастағаннан кейін оны қызыл кітапқа енгізген. Қазір жойылуға шақ қалып тұр, иә. Дәптерлеріңе осы мәтіннен алған мазмұндарыңды жазып алыңдар. Енді келесі жаттығу 27. Берілген біріккен сөздерді қатыстырып сөйлем құрап жаз. Аққұтан, ақбөкен, сарыөзек, қосаяқ, алакөл, айнабұлақ, егеуқұйрық. Бұл сөздердің біріккен сөз екенін сызбаны пайдаланып дәлелде. Енді аққұтан деген бұл жерде құстың түрі. Ақбөкен деген жануар, иә. Оға ұқсас. Сарыөзек деген алакөл, айнабұлақ дегендер алакөл көлдің аты, айнабұлақ, сарыөзек елді мекендердің аты. Егеуқұйрықты білесіңдер. Енді сөз құрап көрейік. Қосаяқ деген кішкентай тышқанға ұқсаған жануар. Ауылда, сарайларда үлкен егеуқұйрықтар бар. Менің ауылым Сарыөзек деген жер. Жазда мен алакөлге қыдырып қайттым. Көлдерден мен әдемі аққұтандарды көрдім. Ақбөкен Қазақстанның қызыл кітабына енген. Құм далада қосаяқтар көп жүреді. Айнабұлақ ауылының табиғаты өте керемет. Енді осы сөздердің ішіндегі алакөл, сарыөзек, егеуқұйрық деген сөздердің біріккен сөз екенін дәлелдейміз жаңағы мысал арқылы. Мен сендерге бір-екі нұсқасын көрсетем, ары қарай дәл солай көшіріп жазып өздерін талдап дәлелдеуді үйреніңдер. Мысалы, айна бұлақ сөзі біріккен сөз, өйткені айна және бұлақ деген екі түбірден құралғанымен бір ғана мағынаны білдіріп тұр. Бір ғана сұраққа жауап береді, яғни айна бұлақ қайда? Айна бұлақта, иә? Болмаса сондай елді мекен аты болғаннан кейін қайда деген сұрақ қойылады. Енді қараңдар, айна деген сөздің мағынасы бөлек, бұлақ деген сөздің мағынасы бөлек, бірақ біріккенде мүлдем бөлек мағына шығып бір тұтас болып. Енді келесі жаттығу. Диалогты жұбынмен оқы. Ержан, мұның не? Қағазды қоқыс жәшігіне салмайсың ба? Ештеңе етпейді Айгүл. Еден жуушы жинап алады. Бір парақ қағазды лақтырғанда не тұр? Бәрі де осындай кішігірім, елеусіз нәрселерден басталады. Бұл біздің білім алатын сыныбымыз. Оны таза ұстау біздің міндетіміз. Жарайды, келесі жолы тастамаймын. Сыныпта бұлғау, қағаз лақтыру тәртіпсіздіктің белгісі, сондықтан сендер де бұл істі қайталамаңдар. Енді сен Ержанның орнында болсаң не істер едің? Мәтінде біріккен сөздер кездесті ме? Порталасымен демалыс мәдениетіне диалог құрастыр. Енді сұрақтарға біртіндеп жауап беріңдер, яғни Ержанның орнында болсаңдар, сендер ол қағазды лақтырмай, керісінше қоқыс жәшігіне тастар едіңдер, иә? Мәтінде кездескен біріккен сөздер Айгүл мен Ержан сөздері, яғни ай және гүл, ер және жан деген сөздерден тұрады. Ал порталасымен демалыс мәдениетіне диалог құрастыру, яғни демалыс мәдениеті дегеніміз демалыста өзімізді қалай ұстау керек екенін айту, иә? Мысалы, сен демалыста не істейсің? Алакөлге барып қыдырамын. Ата-анасыз қауіпті көлге жалғыз баруға болмайды. Қауіпсіздік шараларын әрдайым естен шығарма. Мадияр, жарайды, түсіндім. Осы сияқты тек қана көл емес, басқа жерлерде де өзінің қауіпсіздік шаралары, қауіпсіздік мәдениеті болады. Сол жайлы сендер осылай диалог құраңдар. Енді келесі жаттығуды өздерің
жасасыңдар, яғни мен эколог бола аламын ба деген сұраққа жауапты тест тапсырмалары арқылы орындау арқылы жаза аласың. Сұраққа иә және кейде немесе жоқ деген жауап бер. Яғни осы сөздерге өзің шынайы жауап беру арқылы сен қаншалықты эколог бола аласың, соны біле аласың. Жалпы сен табиғатты қорғауға, табиғатқа қызығасың ба? Өз деңгейіңді осы тест арқылы біл. Назарларыңа көп рахмет балалар, сау болыңдар. Келесі сабақта жүздескенше.